Оралхан Бөкей, Тортай мінген Ақбозат. Біздің ауыл салық салғанның иығында отырған. Шілденің дәл ортасы болса да, бұл жерде қоңыр салқын, бұлтсыз күндері тамылжыған тамаша мезгіл басталушы еді. Не ыстық емес, не суық емес, жайлаудың жайма шуақ сәтінде төбеңнен көкпеңбек болып төңкеріліп тұрар аспанға қарағайдың бүршігін лақтырып ойнайсың. Қанша құласаң ауырсынбайтын, қанша құласаң жапырылмайтын, күлтеленген күреңсе балапан табанымызға кілемдей жұмсақ тиюші еді-ау. Теңіз бетінен қаншама биік болғанымен, осы салық салғанның кез келген жеріне жер ошақ қазсаң, көлкілдеген су шыға келетін. Әсіресе жаңбырлы күндері қырдан құлаған лайсанға айналып, шошайтып, қарағай бөренеден қиып салған үйлердің мазасын кетіретін. Ол кезде колхоз. Колхоздың сиыры күніне 3 рет сауылады. Ал әр сауынның арасында шөп шауып, оны маялайтын. Кеште, тіпті түні бойы сепараторға сүт тартып, май шайқайтын. Шаршау дегенді білмейтін қыз келіншектер соғыс жылынан кейінгі бейбіт күннің шуағына жылынып, сызылта ән салатын. Тау арасында жылтыңдатып, от жағып, ән шырқағанда, лаулаған жалын бақсыдай тілін жалаңдатып, күй шертіп, тау тасты күңірентіп тұрғандай әдемі сезілуші еді. Біздер балалар күні бойы өгіз үйретіп, бұзау жаямыз, 3 уақ сиыр сауғызамыз, ымырт үйірле алтыбақан құрған азаматтардың маңайында арпалысып, тиіп қашып, ұлардай шулап ойнап жүретінбіз. Біздің ішімізде менен 2-3 жас үлкендігі бар Тортай атты бала болушы еді. Әке шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін. Қой аузынан шөп алмас жуас, құлағының сәл мүкісі бар, бала болып көп ойнамайтын жасқаншақ еді. Бәрімізден гөрі ерекшелігі таңертеңнен кешке дейін бас алмай кітап оқи беретін. Қолына не тисе, соны талғамсыз оқитын Тортай ортамыздағы білгішіміз, аузымызды ашып, тыңдар абызымыз сықылды. Тортай әсіресе мені жақсы көреді. Жанынан бір елі қалдырмайтын. Әкем ферма меңгерушісі. Үйде ішім жем мол, ит басына іркіт төгіліп жатушы еді. Шешемнің қолынан 1, жолынан 2 алып, әр күн сайын Тортайға таситынмын. Ол мені алдап, тамақ үшін дос болмайтын, қайта мен аш жүргенім жоқ, әкеле берме деп ұрсатынды. Өз бейілі мен көңіл хошы болмаса да, ләм деп аузын ашпайтын. Әр құлағы қақас еститін болған соң, әңгімеге зауқы болмайтын. Тек менімен ғана оңаша сәттерде ағыл-тегіл әңгіме құрушы еді. Бір күні мен Тортайды көп іздеп әрең таптым. Тұрған үйі аузына келгенін айтып, ұрсып қуып жіберіпті. Салық салғанның ұшар басындағы қалың тас қорымның үңгіріне кіріп, от жағып отыр екен. Мені көрген соң қуанып қалды. Орнынан атып тұрып, «Мені қалай таптың ей?» деді. «Сенің үйің осы тас күрке емес пе?» Тортай тас күркені ұядай қылып жинап, тазалап қойыпты. Бұдан бұрында осы жерге сан рет келіп, мекеніне айналдырған секілді. Қайран қалдым. Ағаштан қиып нар жасап, үстіне шөп төсеген. Өзіне тиесілі кітаптар әбден көп оқылғандықтан, жемтір болып, бір бұрышта жинаулы тұр. Төр алдына ешкінің терісі төселген. Қарағайдың жуан кеспелтек шәркесінен стол жасап, майшам қойыпты. Тастан қаланған жер ошақта маздап жанған от. Сіркіреп жаңбыр жауды. Үңгірге су тимейді екен. Күн бұлтты болған соң ба, ымырт ерте үйіріліп, көз байлана бастады. Үйден ұрлап алып шыққан нан мен ірімшікті столдың үстіне қойдым. Нардың шетінде жалаң аяғын салбыратып, үнсіз отырған Тортай рахмет деді. Үні бір түрлі көңілсіз, қарлығын қырап шықты. Ешкім жоқта жылаған секілді. Оттың сәулесі тиген, көзі қызарып, дамбығып тұр еді. «Әке шешең іздеп жүрер, үйіңе қайт. Қорықсаң мен шығарып салайын» деді Тортай. Әке шешең деген сөзді қырсығып айтқандай болды. Ал әке шешемнің тірі, жер басып жүргеніне мен кінәлемес едім. «Сенің жаныңа жата кетсем қайтеді?» деп оттың шаласын ысырып, «Қайтасың» деп ол міз бақпады. Мен бүгін оны мүлдем танымай отырмын.
Қайтасың, әке-шешең менің басымды жарады. Жармайды, сен мені қума, дос емес пе едік? Ораза намаз тоқтықта ғана деген, тоқ бала аш баламен ойнамайды деген. Мен жауап бере алмадым. Үндемеген қалпы мыңқияп отыра бердім. Тортай меңзең. Лаулаған отқа тесілген күйі күрсінді. Содан кейін нардан қарғып түсті де тас үңгірдің тесігінен сыртқа үңілді. Жауын ұзақ жауатын түрі бар. Төңірек тұтасып алыпты. Қонғың келсе қона ғой, деді маған. Өзі тізесіне салып қу бұтақты сындырды да отқа тастады. Мен әкелген ірімшікті бір асап нарға қайта мінді. Содан соң аласталған алитет деген кітапты қолына алып, әрі-бері аудастырды да ірге жаққа лақтырып жіберді. Жаңбыр тоқтар емес. Құлаққа тасқа тиіп тайғанап жатқан сыбдыр-сыбдыр үн естіледі. Күркіреп, сарқырамай ұрлана жауған нөсер қайдағы жайдағыны еске түсіріп, қиял дүниесіне жетелейді. Немесе маужыратып ұйқыны келтіреді екен. Босағада отырғаның не? Деді Тортай. Бағанадағыдай емес, көңілденейін депті. Кел жаныма, мен сені тым жақсы көремін. Бастықты баласымын деп мұрныңды көкке көтермейсің. Қарапайымсың. Тас ошақтағы оттың сәулесі қабырғаларға түсіп қоңырқай тартады. Төбеде тесік бар ау деймін. Тырс-тырс тамшы тамады бір жерден. Біз ертекті ескі дүниеде отырғандай едік. Менің кеңірсегім ашып, бір түрлі жылағым келді. Тортай дедім. Ау деді. Әңгіме не ертек айтшы? Баяғыда бір жетім бала болыпты деп бастады. Баяғыда бір жетім бала болыпты. Ары қарай күңгір-күңгір күбір-сыбыр ертекке айналды. Бүгінде менің есімде Тортай айтқан ертектің көбі қалмаған. Тіпті сол арманшыл баланың өзін де ұмытқандай едім. Тек баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталушы еді, ал қалай аяқталатынын білмеймін. Мүлдем есімде жоқ. Қалай аяқталушы еді? Менің жадымда тамаша сақталғаны, ол тас үңгірде шөп төселген нардың үстіне жатып, оқыған кітаптары мен өзінің арман қиялы туралы түн ортасы ауғанша айтқан күбір-күмір әңгімесінің еміс-еміс елесі ғана. Мен жып-жылы қойнына алып, ағалық ақылын айтатын тым зеректігі еді. Бұл дүниеде мен пір тұтар, сырласар, жалғыз ақ нәрсем бар, ол кітап дейтін. Әкем де, шешем де сол кітап. Кейбірін 2-3 қайтара жалықпай оқып шықтым. Жалғыздығың, жетімдігің, бәрі ұмытылып басқа бір жұмақты өмірге сапар шеккендей боламын. Әттең, жағдай келсе оқуымды одан әрі жалғастырып, Алматыға аттанар едім. Шынымды айтайыншы, кітап жазып, жазушы болғым келеді. Ақ жауын сіркіреп тұр. Тас ошақтағы от қоламталанып, үңгірдің ішіне қорқыныш ұялап, қараңғылана бастаған. Тортай әлі сөйлеп жатыр. Арманы таусылар емес. Демі құлағымның түбіне жып-жылы болып сезіледі. Ептеп қытықтайды. Мен үнсіз тыңдай беремін. Әлде тоңазығаннан, әлде қорқыныштан Тортайдың бауырына тығыла түсемін. Жайлаудың жадыраған ашық күндерінің бірінде Тортайға еріп бұзау бағуға шықтым. Менікі еріккіннің ермегі сықылды. Таш шоқының ұшар басына дейін бұзауларды өргізіп бардық та еркіне қоя бердік. Өйткені 4 аяқты мал бұл жерден ұзап ешқайда кете алмайтын. Биіктеген сайын қалың барағы орман таусылып, таудың тас төбесі басталатын. Заңғар таудың төбесінде үнемі суық жел соғып тұратындықтан ағаш болмайды, және шөп те бойлап қалың өспейтін тақыр. Жазды күндері үнемі сезіміңді сергітер майда леп есіп тұрар еді. Ал шоқылар өркеш болып, көк күмбезіне найзадай кіріп, ұшпалана қол бұлғайтын. Қыздың жиған жүгіндей, тай-тай тең-тең жақпар тастың ара-арасына тас сарымсақ өседі. Тортай екеуміз тыртысып, қол аяғымызды жаралай, сол биікке шығып, сарымсақ жұлып жегенбіз. Бұл тұстан таудың балағы алақандағыдай көрінеді. Сонау шатқалда Алтайдың шолпысындай мың бұралып ағараң қағып, бұқтырма өзені күмістене ағады. Ал біздің ауылымыз
көкжалқақ мұнар пердесіне тұмшаланып, тек нобайы ғана сүлделенеді. Қына басқан тасқа құлап кетердей болып, атша мініп отырған Тортай анау көк мұнар дүниеге бірдеңесін жоғалтып алғандай көзін сығырайтып ұзақ қарадай. Сонсоң шығыс жақты нұсқап, ереуілдеп сөйлеп жөнелетін. «Ей!» дейтін маған, танауы делдиіп. «Егер осы тұрған жерімізден тұп-тура шығысқа Ей!» дейтін маған, танауы делдиіп. «Егер осы тұрған жерімізден тұп-тура шығыс жаққа тартып кетсек, қайда барар едік? Білемісің?» Білмейсің. Моңғолиядан бірақ шығар едік. Сен болмасаң мен жүре беретін едім. Рас айтамын, Моңғолияға барар едік. Бізді қазақтар келді деп құшақ жая қарсалар еді. Аппақ киіз үйге кіргізіп, тай сойып қонақ қылар еді. Боз биенің сүтіне шомылдырып, алдымызға астау-астау қазы қарта қояр еді. Ішеріміз алдымда, ішпесіміз артымызда. Қымызға қызыңқырап, шәнейіп жатқанда, ақ отаудың есігін ептеп ашып, ай мен күндей қосару кірсе, әттең дүние-ай, армансыз күліп ойнасақ, содан соң екеумізге екі-ақ боз ат мінгізіп, әлгі екі сұлуды алдымызға өңгеріп, елге қайтсақ. Алдымыздан ферманың бүкіл сиыры, бұзауы, түйесі, барлық адамдары қақ жарылып, қарсы алып, шулап соңымыздан ерсе, әттең дүние-ай, мұндай рақаттан кейін өліп-ақ кетсең не арман? Тортай көзі жайнап, астындағы жақпар тасты тебініп қалғанда, ар жағындағы шатқалға құлап кетеді екен деп зәре-құтым қалмады. Ақ бозат демекші, түнде түсімде көк өгізім арғымақ болып, жер тарпып кісінеп тұр. О несі екен деп, бұзауларымен бірге кәперсіз оттап жүрген өгізіне күн сап қарады. Тортай, сен түбі солақ Тортай, сен түбі сол ақ бозатқа мінесің, дедім де мен шын көңілмен. Қайдан, деді ол, тастан тасқа секіріп, төменге түсіп бара жатып. Қайдан білейін, әкем марқұмның тақымы қотыр тайға тимей кетіп еді. Қайдан білейін, күз жақындап, фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда, тау басында бұзау бағып, жападан жалғыз Тортай ғана қалатын. Әрине, мен оны қиналдым. Өзіммен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келді. Кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып, былай деді: «Мен үшін де оқы, бәлкім мен міне алмаған ақбозатқа сен мінерсің. Сенің өз ақбозатың бар емес пе?» «Жоқ, менің маңдайыма көгөгіз жазылған. Онда мен ақбозатымды саған сыйға тартамын». Содан бері көп жылдар өтті. Мен Тортайды да, ақ бозатты да әлдеқашан ұмытқанмын. Бір рет ауылға барғанымда азаматтар сөз қылып отыр екен. Тортай үйленбек болып, ішкері жақтан жуастау бір қызға сөйлеседі. Сонда қыз: «Жеке басыңды қорламаймын, мен көндім. Бірақ жаман жақсы болса да әке-шешем бар. Солардың ықыласынсыз кете алмаймын. Өзің алдарынан өтіп қайт» деген екен. Содан Тортай атына міне шауып қыздың үйіне барады. Сәлем алысқан соң қалыңдықтың әкесі: «Кімнің баласысың, шырақ?» деп сұрағанда, құлағының мүкісі бар Тортай ұқпай қалып, «Малдан келдім ата» деп қойып қалса керек. Шал саңырауға қызымды бермеймін деп ит қосып қуып салыпты. Елге енді бір рет барғанымда естідім. Тортай үйленген, 2-3 баласы бар екен. Қой бағады екен. Былтыр жазда демалыс алып ауылға тағы бардым. Әкемнің 4 бөлмелі, бау-бақшалы үйінде еркін сайрандап, тойып жеп, тасыраңдап жүрмін. Шешем бәйек болып: «Не ішесің, не жейсің құлыным?» деп зыр жүгіріп жүр. Түске жақын жұп-жұмсақ диван үстінде шалқамнан түсіп серейіп, газет оқып жатыр едім. Алдыңғы бөлменің есігі әндетіп ашылды да, әлдекім кіргендей болды. Көрші қолаңның бірі шығар деп аса мән бере қойғаным жоқ. Әйтеуір шешеммен сөйлесіп отырды. Әңгіме күңгірлеп еміс-еміс естіле берген соң, есіме баяғы бір қоңыр үн түсіп, еріксіз құлағымды түрдім. Келген Тортай екен. «Тәте, айып етпеңіз, әншейін.
Орашқа амандасайын деп едім, өзімсініп келіп едім. Ол ұйықтап жатыр, деді шешем. Оятпай-ақ қоялық. Төрге шық, отыр. Жоқ, о не дегеніңіз, тәте, маған осы босағада жетеді. Ораш келді деген соң амандасайын деп, баяғыда бала кезде бірге өстік, талай рет бұзау жайып едік. Енді міне ел таныған азамат болды. Айып етпеңіз, мен қазір кетемін, тәте. Ораш келді деген соң? Жалғыз ұлың ғой, Құдай қуат берсін. Бізді қойшы, біз ондай үлкен кісілердің садағасымыз ғой. Рақмет, тәте, тамақ ауыз тиейін. Осы құрғырды жақпаса да, баз-базына ішіп қоятыным бар, ал тәте. Орашың аман жүрсін, атағы аспандай берсін. Қол қойдырып алайын деп, мына бір кітабын қойныма тыға келіп едім. Тағы да соғармын. Малдан қол тие бермейді. Қыстай жемдеген торы атты управляющий алып қойған. Тәте, 1000 салса баспайтын тағы бір трақысын берді. Саған осы да жетеді. Торы атты озат шопан мінеді дейді. Ал кеттім, рахмет, тәте. Келді кетті деп сөге жамандамаңыз. Әншейін Ораш келді деген соң үлкен кісі ғой, бірге өскен, сәлем берейін деп. Мен келді деп тіпті айтпаңызшы, тәте, ұят болар. Ал сау болыңыз. Рахмет. Итіңдеп баяғы өзіңіз білетін салық салғанға жеткенше түн ортасы болар. Өзіңіз білесіз, салық салған алыс, өте алыс. Моңғолияның бер жағында мен сұлап жатқан орнымнан беліп кеткендей. Моңғолияның бер жағында мен сұлап жатқан орнымнан белім кеткендей қайта тұрдым. Шынымды айтсам, ұялдым, Тортайдан ұялдым. Батылым бармады, бет жүзім шыдамады. Сонда ғана менің есіме баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталатын ертектің қалай аяқталары оралды. Осылай аяқталады екен ғой, осылай. Тортай мінер Ақбозат менің тақымымда кеткенде еді, иесіне қайтаруға кеш еді. Айналайын, қане ойланып көрелікші. Тортай мінген Ақбозаттағы Тортай мен қазіргі заман балаларында қандай айырмашылық бар? Әрине, қазіргі заман балалары өте бақытты. Оралхан Бөкейдің Тортай мінер Ақбозат үлкен ой салады. Үміт, арман, қиял адам баласының қанаты екенін, қанағат пен бауырмалдылықтың керектігін айтады. Әке шешесінен айырылған баланың адами қасиеттерге бай болып өсуі, қарапайымдылық пен зеректілікті, арманшыл болуы әсерлі баяндалады.